Облыста елеулі мерекеге орай өткізілетін іс-шаралар лек артты. Көрісу айтада кеңінен насихатталып жатыр. Соның бір айғағы облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен Дархан даланың ұлттық мұрасын насихаттайтын театрландырылған концерт болды. Толығырақ Дүбірлі Думанға барған Зейін Ерғали тарқатсын. Осылайша сахналық қойылыммен шара шымылдық ашылды. Шашу шашылды, кейін мерекеге орай қазақтың көшпенді өмірі мен дала дәстүрін айғақтайтын театрландырған хореографиялық көрініс қойылды. Мыңжылдықтардан жалғасқан асыл мұра көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Арулар мың бұралып би билеп, азаматтар құлақтың құрышын қандырар әуезді ән шырқады. Бүгінде көк аспан мен отанаға табынған көк бөріден тараған ержүрек түркі халықтардан қалған кемел дәстүрді күллі республикада тойлауда. Қазақтың байырғы салтын жаңғыртқан өңірдегі мерекелік шарада облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов атыраулықтарға игі тілегін арнады. Осы игі дәстүріміз бүгінде берік рухани қазынамыз ретінде орнығып, жалпы адами құндылықтар мен ізгіліктің көрінісіне айналды. Қадірменді ағайын, бүгін бір-біріңізге айтқан жақсы тілектеріңізбен ізгі амалдарыңыз қабыл болғай. Шыққан жастарыңыз құтты болсын, әрдайым қуанышпен көрісейік. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы көктемнің басталу өңірде осылай тойланды. Айта кетейік, мерекелік кеште санитарлық талаптар сақталды. Арақашықтық ескеріліп, қатысушылар бетперде тақты. Ал осы Дүбірлі Думанның толық нұсқасын 14 наурыз күні Атырау телеарнасынан сағат 21:45-те көре аласыздар. Зейін Ерғали, Тілекқабыл Құмаров, Атырау арнасы.